Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі біздің мал шаруашылығы және генетикасы пәнінен жаңа тақырыбымыз ауыл шаруашылық малдарын өсіру. Бүгінгі біздің сабақтың мақсаты ауыл шаруашылық малдарының конституциясын, оның жіктелуін түсіндіру, экстерьер және интерьердің мәнін айқындап жеткізу. Қарастыратын сұрақтарымыз: мал конституциясы ұғымы, Кулешов жіктеу бойынша конституция типтері, мал денсаулығы мен өнімділігінің конституция типімен байланысы. Яғни конституция бұл зоотехнияда ежелгі грек медицинасынан алынған. Осы конституция туралы ғылым даму кезінде күрделі жолдардан өтті. Мал конституциясы дегеніміз не деген сұраққа ғалымдар бұл терминнің шығуына әртүрлі жауаптар береді. Богданов конституцияны ұлпа мен мүшелердің қатынасын сипаттаушы ретінде анықтады. Лускин малды тұтастай алғандағы биологиялық және шаруашылық қасиеттері мен белгілерінің жиынтығы ретінде түсіндірді. Бұл ғылымның дамуына көптеген орыс ғалымдар үлес қосты. Мысалға Павлов, Сеченов, Кулешов, Богданов, Лискун, Иванов және тағы басқалар. Осылардан кейін типтердің жүйесі шығарылды. Ет бағытындағы малдың дене бітімінің сүт бағытындағы малынан айырмашылығы бар. Біріншісі жақсы азықтандырғанда тез семіреді, екіншісі бірден сүтті көп береді. Организмнің жалпы ерекшелігін, оның физиологиялық қызметін және дененің құрылысын анықтауды конституция деп атайды. Ол малдың дене бітісінің белгіленген бір формасына, алмасатын заттардың типіне және сыртқы ортаның жағдайына, организмдегі өзгеріске қарай белгіленеді. Конституция малдың денсаулығы мен шаруашылық бағытын білдіретін көрсеткіш. Ол дөрекі, берік, нәзік, тығыз және болбыр немесе борпас болып бөлінеді. Сүйегі берік конституцияға жататын мал денесі сау, мол өнімді және дені сау төл беретіндігімен көзге түседі. Берік немесе мықты типті, яғни бірінші тип, Кулешовтың жіктеуіне Иванов қосты. Бұл типке жататын малдардың буындары, тамырлары айқын көрінетін, жұқа терілі жақсы жетілген бұлшықетті, денсаулығы мықты, төзімді және өсімтал өнімді өте мол және тиімді беретін, өнімі арзанға түсетін, берген азықты еселеп қайыратын, көбінесе сүтті бағытындағы сиырлар жатады. Дене бітімі ірі типке басы сөлекет үлкен, денесі ауыр, терісі қалың, сүйегі ірі, бұлшық еттері жіктелген мал жатады. Бұл малдың сүті аз, баяу семіріп жетіледі, жұмсалған азықты өте төмен өтейді. Ал үшінші типі дене бітімі нәзік типке, сүйегі жеңіл, терісі жұқа, мойны терісі қатпарлы, еті шағын мал жатады. Бұл типке көбінесе сүтті бағытындағы сиырлар жатады. Төртінші типке дене бітімі болбыр немесе борпас типке, қимылы баяу, жуас, терісі жұмсақ, қалың қатпарлы, кең кеуде, семіртуге өте бейім, етті бағыттағы мал жатады. Малдар тез семіреді. Бесінші типке дене бітімі тығыз типіне, буындары, тамырлары айқын көрінетін, жұқа терілі, жақсы жетілген бұлшықетті, денсаулығы мықты, өсімтал өнімі мол малдар жатады. Профессор Богданов ауыл шаруашылық малдарының 3 конституциясы типін анықтаған: нәзік, құрғақ, шикі, мықты. Швед профессоры Дюрст мал конституциясын мынандай 3 типке бөлген: тыныс алу, ас қорыту және өтпелі. Тыныс алу типіне кеуде клеткалар ұзындау, жіңішке жұқа денелі малдар жатады. Зат алмасу жоғарғы және қышқылдану процесі өтеді. Бұл типке көбінесе сүт бағытындағы малдар жатады. Ас қорыту типіне келетін болсақ, ол типке жататын малдар қысқа, терең, кең кеуделі, жалпы кең денелі болып келеді. Зат алмасу және қышқылдану процесі баяу өтеді. Бұл типке көбінесе ет бағытындағы малдар жатады. Ал өтпелі типке
жататын малдар тыныс алу мен ас қорыту типтерінің аралығын алады. Дюрс әр малды типке жатқызу үшін омыртқа мен соңғы қабырғада пайда болған арнайы бұрышты анықтау әдісін ұсынады. Оны Дюрс бұрышы деп атаған. Ал енді жалпы малдың күйі дегеніміз не? Жалпы малдың күйі бұл оның пайдаланатын мақсатқа сай физиологиялық жағдайы. Онда малдың қоңы, органдар мен ткандардың өні айтылады. Оны қолмен ұстап және малды көзбен көру арқылы анықтайды. Малдың күйі яғни заводтық, көрмелік, бордақылау, жаттықтыру және жұмыстық болып бөлінеді. Ең ұнамдысы заводтық болып саналады. Себебі бұл жағдайда бүкіл мал организмі жақсы қызмет атқарады және оның денсаулығы да жақсы болады. Ірі қара мен қойдың қоңдылығы ортадан жоғары, орта және ортадан төмен болып үшке бөлінеді. Малдың қоны ортадан жоғары болғанда дене тұрқы төртбақтанып, қолмен ұстағанда қабырғасында, жауырында, сербектерінде, шонданай төмпешігінде, құйымшағында және басқа жеріне едәуір майдың жиналғаны байқалады. Қоңы орта болса, дененің ілгері шығып тұрғатын бөлігі айқындалып, малдың тұрқы ұзын көрінеді. Ал қоңы ортадан төмен болғанда, терінің астында май білінбейді. Сүйектер ырсиып, айқын көрініп тұрады. Малдың салмағын анықтау, яғни салмағына қарай малдың өсіп жетілуі, бордақылау мен жайып семірудің нәтижесі анықталады. Әрі малды азықтандырудың нормасы белгіленеді. Тірілей салмақ малдың тұқымдық белгісі. Ол малдың жеке ерекшелігіне, қоңына, азықтандыру мен күтіп бағу жағдайына, сондай-ақ малдың жасы мен физиологиялық жағдайына қарай құбылып және өзгеріп отырады. Малды ертеңгілік суармай және азықтандырмай тұрып өлшейді. Ересек мал жылына 2 рет, көктемде және жазда, ал төл және бордақылаудағы мал ай сайын өлшенеді. Ірі қараның салмағы дене өлшемін алу үшін шамамен анықтауға болады. Бұл үшін кеудесінің орамын, жауын сыртынан және тұрқының қиғаш өлшемін алады. Мұнан соң арнайы кесте бойынша малдың салмағын анықтайды. Малдың қоңы ортадан жоғары болса, бұл салмақ 10%-ке көбейтіледі. Ал қоңы ортадан төмен болса, малдың салмағы 10%-ке кемітіледі. Шошқа мен қойдың салмағын анықтау үшін бұл әдіс қолданылмайды. Яғни бұл сұрақ тапсырмаға байланысты сіздерге студенттер бекіту сұрақтары берілген. Сіздерге тапсырма осы өткен бүгінгі тақырып бойынша барлығын оқып шығып, мұқият дәптерлеріңізге тақырыпты конспектлейсіздер. Содан соң берілген бекіту сұрақтарына жауап бересіздер. Осы сабақ бойынша сұрақтарыңыз болмаса, сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.